Ұстаздық ұлағатты ұлы жол. Сол ұлы мамандықтың иесі болу үлкен мәртебе. Ұрпаққа тәрбие ұялататын да, ұлттың болашағын қалыптастыратын да ұстаздар қауымы. Армысыздар, эфирде мұғалім мәртебесі хабары және оның жүргізушісі мен Ақерке Бектас. Біздің өткеніміз, бүгініміз және болашағымыз туған ана тілімізбен тығыз байланысты. Ана тіліміз, әкеміздің қанымен, анамыздың бесік тербеп салған әнімен біздің бойымызға сіңіп, туған халқымыздың асыл жәдігерлерін бүгінгі күнге жеткізген қастерлі тіл. Бүгінде ана тілінде білім алғанымен, өзге тілдің сөзімен байланыс жасағанды жөн көретін жастарымыз жетерлік. Ұлттың ұлттық тілінде сөйлеуі ұрпаққа парыз, ал сөйлеуге баулу ұстазға міндет. Бүгінгінің шәкіртін тәрбиелеудегі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің маңызы қандай? Бұл пәнді оқытудың жаңа технологиясы қалай қалыптасып келеді? Бұл сұрақтардың жауабын хабарымыздың бүгінгі санынан көре аласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Өркениетке құлаш сермейтін елдің өрісі қашанда білікті де саналы ұрпақпен кеңеймек. Бүгінгі өмір талабы жастардан тек жаңа технологияға бейім болуды талап етпейді. Ана тілді, ұлттың әдебиетін білуде қажет. Тілдің қадір қасиетін түсінген халқымыз оны ұлттың рухына, баға жетпес қазынасы мен байлығына балайды. Ұстаздардың келешектегі мақсаты рухани жан дүниесі бай, жан-жақты жетіле дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру десек, бұл ретте қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің алатын орны зор. Қазақ тілі мен әдебиеті бұл өзіміздің ұлттық тіліміз, ұлттық әдебиетіміз, мәдениетіміз, дәстүріміз, дініміз, ділімізбен өте тығыз байланыста. Себебі тарихтан бөліп әдебиетті немесе тілді бөліп қарауымызға болмайды. Бұл екеуі сан мыңдар жылдардан бері қазақ халқы жалпы ұлт болып қалыптасқаннан бері біте қайнасып келе жатқан дүние. Айтар ойын ауызша жеткізіп қана қоймай, дұрыс жаза білуге үйрететін бұл пәннің мұғалімдері бүгінгі таңда сұранысы жоғары мамандық иелерінің қатарында. Болашақ азамат өз ұлтының асыл мұрасымен сусындау арқылы туған халқының тарихымен, мәдениетімен жете танысып, білімін кеңейтеді. Қазақ тілінің грамматикасын терең меңгерген оқушы қоғамның кез келген саласында қиналмай жұмыс істеп, өзінің кәсіби сауаттылығын көрсете алады. Қазақ тілі ұрпақ тәрбиесінің ұйытқысы. Ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп ақын Қадыр Мырзалиев ағамыз өлең жолдарын сонау ұлы ойшылдар Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірлерінен үлгі етіп алған екен. Сол себепті біз қазақ тілін дамыту мақсатында оқушыларымызға жақсы білім беріп, мәдениетін, қазақ тілдің тарихын, салт дәстүрін, әдет ғұрыптарын жақсы етене таныстыра білуіміз керек. Сол мақсатта біздің қазақ тілі пәнінің мұғалімдері оқушыларға аянбай еңбек етуде. Әдебиет арқылы оқушы бойында өмір туралы дұрыс талғам, түсінік қалыптасады. Қазақ әдебиетіндегі көркем туындылардың қалаған мамандықты игеріп, өмірден өз орнын табуға қалаулы азамат болып өсуіне тигізетін әсері көп. Қазақ халқының ұлы ағартушысы Ыбырай Алтынсарин қазақ балаларын оқытудың үлгісіндегі 1879 жылы жарық көрген қазақ хрестоматиясы еңбегі оқыту әдісінің негізі болды. Абай Құнанбаев, Мағжан Жұмабаев, Шәкәрім Құдайбердиев, Жүсіпбек Аймауытовтардың шығармалары да әдебиеттің негізгі арқауы. Бұл ағартушылар алдыңғы қатарлы қазақ ғылымы мен мәдениетін игеруге және сол арқылы әлемдік өркениеттің таусылмас байлығына жол табуға табанды түрде шақырды. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, биыл мектеп бітірушілердің 74% қазақ тілінде, 26% орыс тілінде ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырды. Бұл дегеніміз, жыл сайын қазақ тілді мектептердің саны артып келеді деген сөз. Қазіргі уақытта мемлекеттік тілді жетік меңгеріп қана қоймай, сол елдің ұлттық құндылықтарын, әдеби шығармаларын оқып білу маңызды. Қазіргі 21 ғасырда озық ойлы жас жеткіншектерді дайындау үшін осы қазіргі ұстаздарға жүктелер міндет өте зор. Мысалы атап айтатын болсақ, Әл-Фараби бір кез айтып кеткен екен, адам баласына ең бірінші тәрбие беріледі, одан кейін барып білім беріледі деген екен. Олай болса, сол жастың жеткіншектерді қазіргі озық ойлы заманауи үрдіске сай тәрбиелеу үшін ең бірінші өзінің тілін
ділін, салт дәстүрін жас жеткіншектің бойына сіңіру ғой деп ойлаймын. Бұл пәнді жүргізудің өзіндік қыр-сыры сан қилы. Сабақтың қызықты, сапалы өтуі тікелей мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Соңғы жылдары жеке тұлғаны қалыптастыруды дамыту мен оған жан-жақты терең білім беру мақсатында көптеген технологиялар ұсынылды. Жаңа технологияның басты мақсаттарының бірі баланы оқыта отырып, оның еркіндігін, белсенділігін қалыптастыру, өздігінше шешім қабылдауға дағдыландыру. Яғни, ғылыми негізде білім беру үшін жаңа технологияларды меңгере отырып, оны сабаққа енгізу педагогтар алдындағы өзекті мәселе екендігі анық. Қазақ тілін оқытуда оқушыларға тиянақты, сапалы да саналы білім беру, мұғалімнің оқыту әдістері мен тәсілдерін шебер меңгеру арқылы жүзеге асады. Осы орайда белгілі ғалым Ахмет Байтұрсынұлының шеберліктің белгісі түрлі әдісті болу деген сөздері ойға оралады. Бір сабақтың әр кезеңдерінде түрлі әдістерді орнымен пайдалану арқылы көп нәтижеге жетуге болады. Жалпы білім алу барысында, білім алу жолында ең басты оқушыға керек нәрсе ол білікті ұстаз, әрі сапалы оқу материалдары болып табылады. Яғни ұстаз дегеніміз ең біріншіден ұстазы мықтының ұстанымы мықты дейді дана халық. Яғни ұстазы бар адам, ұстазы мықты адам жақсы білім алады, жақсы нәтижеге жете алады, білім шыңында жоғары көтеріле алады деген сөз. Бірінші ұстаз білімді маман болса, екіншіден әрі психолог бола білу керек, әрі ана бола білу керек, әрі әпке, әрі аға бола білу керек деп ойлаймын. Әдебиетті таңдағандар, олар бізде филолог маман бола алады, және де тіл маманы бола алады, яғни қазақ тілі әдебиеті деген бөлек мамандық бар, және филолог деген бөлек мамандықтар, және одан бөлек журналист бола алады. Мәңгілік шәкірт секілді. Ол үйрете жүріп үйренеді, одан бөлек ұстазын оқушысына деген жаңа нәрсе үйретемін деп те үйренеді. Яғни үнемі іздену үстінде, үнемі үйрену үстінде болатын адам. Яғни ұстаздар өзінің біліктілігін жоғарылату барысында, мысалы бізде Достық білім беру орталығында жылына 2 рет семинарлар өткізіледі. Бұл семинарлардың ең басты мақсаты осы ұстаздардың біліктілігін жоғарылату. Қалай жоғарылатады? Яғни ғылым деген үнемі динамика үстінде жүретін нәрсе. Күніге ғылым болады, жаңалық ашылады. Сол біздің қазақ тіліне қатысты жаңалықтар болса, сол семинарда талқыланады. Қоғамның өзгеруімен бірге ұстаздық қызметте де терең өзгерістер болды. Ақпараттық технологиялар ғасырындағы жаңалықтардың көптігі ұстаз алдында үлкен міндеттер қойды. Заман ағымынан қалмау үшін мұғалім жинақы, жігерлі, өзгерістерге икемді болуы шарт. Бұл ретте ұстаздық еңбектің ешбір құндылықпен өлшенбейтінін білеміз. Басқа мамандықтармен салыстырғанда ұстаздың күнделікті қызмет уақытынан тыс жұмыстары да аз емес. Сол себептен мұғалімнің жұмысы үйде де, демалыста да, тіпті каникул кезінде де аяқталмайды. Әдебиетке қызығушылығын арттыру үшін оқушыларға біздің мектепішілік, қалалық, облыстық, республикалық әртүрлі деңгейде жарыстар өтіледі. Оның ішінде мәнерлеп оқу байқаулары, шығарма жазу, олимпиадалар, ғылыми жобалар. Мінекей осы конкурстарға оқушыларды біз көптеп қатыстырамыз. Сол конкурсқа қатысу мақсатында балалар өте жоғары деңгейде дайындықпен барады. Мектептің тірегі де, тілеуі де білімді мұғалім. Қазіргі білім беру саласында оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, жас ұрпаққа заман талабына сай жан-жақты білім беру мүмкін емес. Себебі қазіргі білім саласындағы талаптарды орындауға елімізде әлі де жан-жақты ізденіс жүргізілуде. Халықтың жалпы мәдениетін қалыптастыруда көркем әдебиетті қуатты құралдардың бірі ретінде пайдалану әдебиет пәнінің басты мақсаты болып есептелсе, тіліміздің өзіндік қалыптасқан нормаларын, жалпы айтқанда грамматикасын үйрету қазақ тілінің басты міндеті болып танылады. Әдебиетте интерактивті тақтаны қалай қолданамыз? Әдебиетте мысалы Біржан Салды өтіп жатсақ, өздеріңіз білесіздер, Біржан Салдың фильмі бар. Яғни біз фильм көрсете аламыз қосымша уақытта. Ол бір шетінен сабақ ретінде болса, бір шетінен сергіту болады. Қазақ тіліне әдебиетке келген кезде тестте жақсы балл алатын оқушылар бар, ал ауызша ойын жеткізе алмайтын оқушылар бар. Және керісінше ауызша сөйлей алмаса да, ойын толық жеткізе алмаса да, тестті жақсы орындайтын оқушылар бар. Яғни оларды біз қалай бір-бірін тең дәрежеде үйлестіреміз. Яғни ол мына бізде
материалдар арқылы жүзеге асады. Бұлардың ішінде тесттер болады, шығармашылық жұмыстары болады. Яғни біреуге шығарма жазғызамыз, ойын жеткіземіз. Ол шығарма жазып келсе, оған қате деп айтуға болмайды. Сен оған ой саласың. Ал егер былай болса, қалай болады екен? Ал былай болса ше деп оны тағы да ары қарай жетелейсің. Тағы да ары қарай ойын ұшқындауға үйретесің. Орыс тілінде білім беретін мектептегі қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытудың мақсаты оқушылардың қазақ халқының көркем әдеби туындыларымен, әдебиет теориясымен жүйелі түрде таныстырып, сол негізде оқушыларға жан-жақты тәрбие бере отырып, әдебиетіміздің үздік туындыларымен, көркем мәтіндерді оқыту барысында қазақ тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу тілін дамыту, қазақ әдебиеті шығармаларын өз бетінше оқып, түсіне алуын қамтамасыз ететін тілдік негіз қалыптастыру. Еліміздегі өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді меңгеруі бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып отыр. Негізінде осы қазақ тілі мен әдебиеті тек қана біздің ұлтымызға емес, барлық ұлтқа үлгі бола білу керек. Өйткені өз ана тілін, өз тарихын, өз мәдениетін, өз салт-дәстүрін білмеген оқушы, ол өзінің ұлтын сыйламағандық болып есептелінеді. Адам баласы төрткүл дүниені қара сөз арқылы құбылтып, өмірдің бар сырын тек ой, ұғым арқылы қорытып қана қоймай, сонымен қатар қолмен ұстап, көзбен көрер нақты затты бүге-шүгесіне дейін бейнелейді. Мұның барлығы сізге де мәлім тіл құдірет арқылы жүзеге асады. Көркем әдебиеттің қазіргі қоғамдағы маңызы қандай, жастар қандай кітап оқиды, оны өздерінен сұрап көрелік. Мен бос уақытымда кітап оқығанды жақсы көремін, оның арасында көркем әдебиет шығармалары. Қазір кезде мен бір кітап бітірдім, Жюль Верннің «Таинственный остров Құпия арал». Ол жерде көптеген ғажайыптар туралы айтылған. Сонымен қоса қазіргі бастадым, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы соны бастадым. Бірінші томын бітірдім, мен екінші томын бастап жатырмын. Әдебиет шығармалары қарағанда мен өлең жинақтарын оқығанды жақсы көремін. Мен оның ішінде Мұқағали Мақатаев пен Абай Құнанбайдың өлеңдерін оқығанды жақсы көремін. Қазіргі достарыма және қатарластарыма сол өлең оқығанда кеңес беремін. Абай жолы атты Мұхтар Әуезовтің шығармасына қызығып жүрмін. Соны оқып, ол 4 томнан тұрады, негізі соны оқып бітірсем деген ойдамын. Шығармаларды оқығанды жақсы көремін. Оның ішінде орысша Жүсіп Калашниковтың «Жестокий век» шығармасы. Технология дамыды, бәрі жақсы, жазбаймыз, компьютермен тересе аламыз, тағы сияқты басқалар, жаңа технологиялар өте көп. Кез келген нәрсенің жақсы жақтары болады, жаман жақтары болады. Осы технологияның бір уақытты үнемділігінен бізде қажеттілігімізді өтеп жақсы жағынан танылып жатса, жаңа тіл шорқақтығы деген нәрсе осы жаңа технологияның әсерінен деп білемін мен өзім. Осы нәрсеге тосқауыл бола алатын ол бірақ нәрсе бар. Ол көркем шығармаларды оқу. Яғни көркем шығармаларды оқыған адам кез келген нәрсені ойын жеткізе алады. Кез келген нәрсені тек қана ой жеткізу емес, екінші бір адамның айтқан нәрсесін түсіне алады. Ғылымда оқыған нәрсеңді түсіне аласың. Жыр ағынын дариядай тасытып, дархан даланың дарабоз даналарынан тараған бесіктегі баласына да әуезді ән тербетіп, шынашақтай ұлынан шашбаулы қызына дейін мынау осы тіл мен әдебиетті сүйіп оқитын біздің ұрпағымыз бар, біз онымен мақтана білуіміз керек, және осы жолда аянбай, осы ұлт ұстаздары, осы тіл жанашырлары осыған ерекше ден қою керек, мән беру керек. Себебі бұл біздің болашағымыз үшін, мемлекеттігіміз үшін, ары қарай ұлт болып қалыптасуымыз үшін өзінің рөлі зор болмақ. Дәл осы ұстаз жастардың өмірге, қоғамға, мемлекетке деген көзқарасын қалыптастырушы басты тұлға. Заманауи ойлау қабілеті жетілген, өмірде өзін-өз қалыптастыруға дайын, отанын шынайы сүйетін және оның болашағын ойлайтын жастарды тәрбиелеу тек кәсіби ұстаздың қолынан келетіні анық. Өз мамандығын толық меңгерген жоғарғы деңгейлі оқытушының алдынан шыққан оқушы өмір айдынындағы өз жолын адаспай табады, азамат болып қалыптасады. Бұл ұстаз үшін абырой, үмітінің ақталғаны. Әрбір мұғалім осыған ұмтылса, ұрпақ алдындағы парызының өтелгені. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Ұлттың ұлы ағартушысына айналған хакім Абайдың осы өлең жолдарда сіздің де көз алдыңызға ұстаз бейнесін әкелген анық. Шәкірт үшін адамгершіліктің ең жоғарғы белгісі де мұғалім болып қала бермек. Қымбатты көрермендер, хабарымыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі бағдарламада жолыққанша